кешемізден біреу сұрайды, ұстаз мынау боза адал ма арам ба дейді. Арам десем, бұны біздің ата бабаларымыз ішкен екен ғой деп қояды. Мен десем, өзіңнің әкеңнің тарихын білмейсің, ата бабаңның тарихын қайдан білесің деп отырмын. Біздің ата бабамыз боза ішкен емес, оны алқаштар ішкен ол. Ішіп жатқан уақытта мына пиво. Енді мысалы қазір бізде әдет болып қалған той болатын болса, әлбетте арақ қоямыз. Қанша қарияларды көрдік, намаз оқитын қарияларды көрдік. Тойында беймалал арақты құйып теңіз қылып ішеді. Онымен ата бабаң аузында шаймаған еді. Bütün құлшылықтың барлығын бір той деп жуып жіберіп жатыр. Міне өсекте Аллахты ойлауымыз керек. Біз бұл болмайды ғой, харам ғой десең, дұрыс дейді. Мен білем дейді оның харам екендігін дейді. Бірақ адамдар не дейді? Сонымен шаруамыз бітіп жатыр да қарай. Мен білем дейді оның арам екендігін дейді. Астағфирулла. Мен білмейді екен мен. Ой кешіріс демейді. Мен білем оның арам екенін дейді. Бірақ адамдар не дейді? Ол адамның қолы, ол адамнан ұялады, ол адамнан қорқады, бірақ Құдайдан қорқпайды. Құдайдан ұялмайды.